Балалар Шоқан достарымен далада асық ойнап жүр. Жандарында ауыл ақсақалдары жиналып, маңызды ауылдағы жағдайды, салт дәстүрлерді шешілен талқылап отырады. Бір кезде алыстан Шоқанды ақсақалдар байқап, бұл уәлидің немересі емес пе деп шақыртып алады. Шоқанжан, келе ғой. Ассалаумағалейкум аталар. Ақсақалдар Шоқанның болашаққа қойған арманы мен қандай мақсаты барын сұрайды. Ақсақалдар оған қазақтың салт дәстүрін, шежіресін айтып береді. Шоқан әрбір әңгімені ерекше қызығушылықпен тыңдайды. Әңгіме барысында: О, Шоқанжан, сенің зеректілігіңді елден естіп жүрміз ғой. Сенің оқуға деген талпынысың басқа балалардан қарағанда ерекше екен. Сендей жастардың қолында ел болашағы атаның үлкен үміт күтеді. Осы кезде Шоқанның атасы жиынға қосылады. Барлық ақсақалдар орнынан тұрып амандасады. О, Уәли аға келді. Ассалаумағалейкум. Сіздерді бүгін жинап отырған себебім ауылымыздың, еліміздің болашағы. Ал сол болашақ біздің келіп жатқан ұрпақтарымыздың қолында. Ал біздің балаларымыздың ақтағанын қаласақ, біз білікті молдарымыздың мен мұғалімдерді алдыртып мектеп ашсақ па деймін. Шоқанжан, қалай ойлайсың? Мен сізбен келісемін, ата. Бұл еліміздің дамуына үлкен үлесін қоспақ. Енді бұл жаңалықпен өзімнің достарыммен бөлісейін, сүйіш сұрайын. Шоқан балаларға бұл жаңалықты бөлісу үшін жүгіріп кетеді. Келесі күні киіз үйге оралғанда ақсақалдар Шоқанды қасына шақырып алады. Ауылдағы киіз үйдің іші. Ақсақалдар кең отырып, әңгіме дүкен құрып отыр. Жас Шоқан қолында кітап ұстап, оларды тыңдап отыр. О, Шоқан балам, бұл қолдағы кітап не туралы? Бұл жоқта қазақтың салт дәстүрі мен тарихы туралы жазылған. Мен қазақ елінің дамығанын қалаймын. Бәрекелді Шоқанжан, әкең шыңғыста ақылды адам, бірақ сенің ғылымға деген құмарлығың бөлек екен. Бәрін білсең, халыққа қызмет етесің. Мен батыр болғым келеді, ата. Қазіргі заманда мен қалай батыр болуым? Уа балам, қазір сен батырлықты ғана ойламай, қазақ халқының бірлігін, ақылын да ойлам. Сол арқылы сен ұрпаққа мұра қалдырасың, сол сенің ерлігің болады. Атасы Шоқанды қасына шақырып маңдайынан сипайды. Шоқанжан, шырағым, біз сізден үлкен үміт етеміз. Сенің көзінде білім деген шырақ бар. Бұл қасиет саған тегін біткен жоқ. Ал мен саған бата берейін, құлағында қойып ал. Алдынан жарылқайсын, ғылым жолын танысын. Елінің ұлы болғайсын, халқына пана болғайсын. Текті бабан атын берді, сол үмітті ақтар болғайсын. Аумин. Мен бұл батаны ешқашан ұмытпаспын. Мен бұл бата арқылы елімнің дамуына үлесін қосамын деген үміттемін. Мен енді саяхатқа кеттім, жолдарыңыз болсын. Қызық сұрақтар қоя бастады. Сен кімсің өзі? Қай жерден келдің? Мен қазақ даласынан келдім. Қазақпын де. Қазақта шапшаң болады дейді ғой. Жарыспадық па? Жарысайық, бірақ мен оған қарағанда оймен одан да мықтырақпын. Демек шабандозбын. Шабандоз емес, ойшылмын де. Мен екеуін де бірге алып жүрем. Атпен жарысқан кезде жолды зерттеймін, кітап оқыған кезде әлемді зерттеймін. Айналысып жүр. Бір кезде ат үстіндегі жас жігіт көрінеді. Бұл Шоқан. Шоқан аға келді. Ассалаумағалейкум аталар. Мен сіздерді өте қатты сағындым. Уағалейкум салам Шоқанжан. Оқуыңды бітіріп, ауылға келген екенсің, енді қандай ойың бар? Мен енді қазақ даласын дамытсам ба деймін. Мен қазақ даласын басқа елдерге көрсеттім. Ал енді біздің елімізді дамыту ғана қалды. Шоқан Уәлихановтың еңбектері қазақ ғылымының қалыптасуына негіз болды. Біз де Шоқан Уәлиханов атамыз секілді елімізге өз үлесімізді қосқымыз келеді.